Су ішетін арығы жоқ елдің сүзіп алар балығы жоқ деген ағайын. Алдағы 20 жылда қазақ Құдайдың қуғара суына зар болуы мүмкін. Бұл проблеманы билік басындағылар да шұғыл қолға ала бастады. Тіпті Қазақстанда су министрлігі құрылатын болды. Бұны осыдан бірер күн бұрын халыққа жолдау жасаған мемлекет басшысы Тоқаев мәлімдеді. Су. Судың да сұрауы қатты болып тұр қазір. Жылай-жылай арық қассаң, күле-күле су ішесің деген. Аралдың жағдайы жаман, Каспий мен Балқаш кетіп барады тартылып, себебі оларға келетін өзендер бізге жетпей жатыр. Дәлірек айтсақ, көршілер ұстап қалып жатыр. Сол үшін дана бабаларымыз судың басын алмай, жер менікі деме деген. Африкаға барып, Қазақстанның атынан құдық қазып жүргендер ақшаларын жинай берсін. Енді біз де құрғақшылық қаулап, Африка болып кетпесімізге кім кепіл? Судың да сұрауы бар деп біз айтқанымызбен суға әлі үнеммен қарауды үйрене алмай келеміз. Мысалы, Еуропаның кей елдері кіші дәретке барған кезде дәретхананың суын ағызбайтын көрінеді. Жоқ, тұра тұрмыз. Ұмытып кетпейді, ерінбейді де. Жай ғана олар суды осылай үнемдейді. Ал немістер суды бірден төкпей, оны бірнеше рет пайдалануға кеңес береді. Сонда қалай десеңіз, көкөніс, жеміс-жидекті жуған суды олар гүлге құяды. Жұмыртқа пісірген суды шаң сүртуге қолданады деген сияқты. Бізде ше, кейде балаларымыз дәретхананың суын бет алды 5 рет ағызып жатса, қой, әндағының батырмасын құртасың деп қойып отыра береміз. Ар жағында дүниеге қатты жанымыз ауырады, бірақ су болмаса, мына дүниеден баз кешіп кететінімізге, мына біздің басымыз жеткенімізбен үнемдеуді әлі қолға ала алмай отырмыз. Кеңес үкіметі кезінде суға қатты мән берілетін, тіпті далаларда мал су ішетін арнайы котловандар жасайтын. Қардың суын ұстап, су бассейндерін жасайтын. Ал қазір ондай шаруа Қазақстанда мемлекеттік деңгейде мүлде жоқ деуге болады. Сұмырай келсе, су құрайды деген қазақ. Қай сұмырайдың кінәсі екенін білмеймін. Әйтеуір су құрып барады біздің елде. Сіз суды үнемдеп қолданасыз ба? Шыныңызды айтыңызшы. Бір сағат су болмай қалса, бажылдайтын қазақтар, жалпы бір рет болсын су болмай қалса, су тапшы болып қалса не болады деген ой келді ме сіздерге? Келмесе ойланыңыз.